Абдулла ибн Мас'уд радиаллаху анху дейін жеткен хадисте ол кісі айтады, бір сахаба пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам алдына келіп шағымданады. Ей Алланың елшісі, мен бір әйелдің бетінен сүйіп қойдым дейді. Сол кезде енді өзіне жаза сұрап тұр ғой, енді өзіне тиесілі емес, өзінің некесіндегі әйел емес, өзінен жаза сұрап тұр. Сол кезде Алла тағала әстәғизу билля мына аятты түсіреді. Ақимис салата тарафан нахари ва зулафан минал лайли иннал хасанат юзхибна сайат. Қараңыз, күндіздің екі жағында намаз оқы дейді. Алла тағала айтады, намазыңды тұрғыз дейді. Ва зулафан минал лайли деген түннің күндізге таяу бөлігінде. Және жақсылықтар жамандықты жойып жібереді деді. Сол кезде жаңағы сахаба тұрып қуанып айтады, я Расулулла али хада, осы аят мен үшін түсті ма дейді. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның айтқан сөзі ли жами'i уммати куллихим, менің үмметімнің барлығына осы аят тиесілі дейді. Алланың осы сөзі тиесілі дейді. Қараңыз, сізбенен біз бір жамандық істеп, бір күнә істеп қоятын болсақ, артынан жақсылықты ілестіретін болсақ, иншалла Аллах тағала сізбенен біздің күнәмізді кешіреді. Және әсіресе осы 5 уақыт намазымызда сізбенен біздің күнәларымыз кешіріліп отырады екен. Енді осы хадистің екіншісінде Анас бин Малик радиаллаху анху қал жа рожулун иля наби саллаллаху алейхи вассалам. Анас радиаллаху анху айтып жатыр, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға бір сахаби келеді дейді. Я Расулалла, асабту хаддан фақимху алейя. Мен сондай бір жазаға лайықты күнә істеп қойдым, менің жазамды бер деп айтты дейді. Қараңыз, сахабалар қандай болған? Сізбенен біз сияқты таудай күнәні арқалап ақыретке алып кетпейтін болған. Өзінің күнәләрінің кафаратын, күнәләрінің өтемін осы дүниеде өздеріне жаза алып, осы дүниеде тастап кететін болған. Қараңыз. Сол кезде ва хадаратис сала, намазға қамат айтылып жатқан еді, намазға тұрып кетті дейді. Фасолла ма расулиллахи саллаллаху алейхи вассалам. Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам имамдыққа шықты, жамағат намаз оқыды. Фаламма қада салата қала я расулаллах. Қараңыз, намаз біткен кезде жаңағы сахаба пайғамбарға қайтадан барды. Инни асабту хаддан фақим фия китабилlah. Ей Алланың елшісі, мен сізге намаздан айттым, намаздан алдын айттым, маған жаза тұрғызыңыз. Мен сондай бір күнә істеп қойдым деп айтып едім. Сіз намаздан кейін не үшін маған қарамай отырсыз дейді. Қараңыз, негізі бұл сахабаның тәубесіне келгендік жайында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға білдірілген. Пайғамбар оған жаза бергісі келіп отырған жоқ. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның ол сахабаға айтқан сөзі: "Хәл хадарта салата маана?" Сен бізбен бірге намаз оқыдың ба, жамағат намазын оқыдың ба деп сұрайды. Сол кезде сахаба наам деген кезде я дейді. Сол кезде пайғамбардың айтқан сөзі: "Қад ғуфира лак." Расында сенің сол күнәң осы жамағат намазын оқуменен өтеліп кетті, күнәң кафарат болып кетті дейді. Қараңыз. Сондықтан да құрметті мұсылман бауырлар, ол сізбенен біздің оқып жүрген намазымыз өзіміз үшін, өзіміздің бұл дүниедегі істеп жүрген күнәларымыздың кафараты үшін. Алла тағалаға сізбенен біздің намазымыздың ешқандай пайдада, зиянда келтіре алмайды. Сондықтан да сахабалар сияқты болмасақ та ұқсап бағуымыз керек. Сахабалар, мысалға айталық, бір әйел келді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға. Ей Алланың елшісі, мен зина істедім, мен бойымда бала пайда болды сол зинадан дейді. Сен маған жаза тұрғыз қазір дейді. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ол әйелдің күнәсінен сондай тәубе еткендігін соншалықты, сол кезде оның тәубесі қабыл екендігін біліп тұрды. Бірақ маңайында сахабалар болғандығы себепті әйелді құтқарғысы келіп не деді? Сен барып балаңды туып кел деді. Баласын туып келді. Баласын қолына ұстап әйел келіп тұр дейді. Қараңыз. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қайтан келіп айтады: "Ей Алланың елшісі, білесіз бе, мен бұрын зина істеген әйел едім. Міне балаңды туып келдім, туып келдім енді. Сіз маған жазаңызды тұрғызыңыз" дейді. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам: "Сен барда 2 жыл осыны еміз" дейді. 2 жыл емізіп қайтып кел демейді. Қараңызшы. 2 жыл еміз дейді. Сонда ана әйелдің тәубесінің қабыл болғандығы пайғамбардың алдында білдіріліп тұр. Пайғамбар оны тағы да бір құтылуға шанс беріп тұр, мүмкіншілік беріп тұр. Әйел кетеді. Одан кейін қолына баласын жетектеп келеді. Ей Алланың елшісі, сіз маған жаза тұрғызыңыз дейді. Сонда маңайына қарайды сахабалар, жаза тұрғызбаса тағы да сахабаларға бір күмән кіргетін болғандығы себепті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сөзсіз сол әйелге жазаны тұрғызады. Қараңыздар, осындай сахабия әйелдер, сахабия
ер кісілердің барлығы Алланың құзырына кеткенше өзінің күнәларын тазалап кететін болған. Ал енді сіз бенен біз өзімізге есеп беріп көрейік. Таудай күнәлар істейміз да, бүгін намазға жығыла салып, күнәміздің барлығы кешіріліп кеткендей алаңсыз бейқам жүреміз. Алла тағала сіз бенен біздің баршамыздың иншалла күнәларымызды кешірсін.